Әртіссің ғой. Кәусар альфа баласы өкілі ретінде менің бүгінгі видеома ассистент болады. Бүгінгі видеомның суреттерін Кәусарға көрсетіп едім. Ол суреттерге баспен тұрып төңкеріліп қарады. Оның бұл қылығына 5-ші сынып оқушысы Қожа жатып күлді. Не болып жатыр десеңіз, болып жатқан оқиғаның барлығы төңкерілген тышқандар әңгімесіне қатысты. Төңкерілген тышқандар әңгімесі бастауыш мектеп оқушыларының мәтінді оқу деңгейінің дамуын бақылайтын халықаралық зерттеу орталығынан берілген бір әдеби мәтін. Бұл халықаралық орталық бастауыш сынып оқушыларының оқу сауаттылығы мен функционалдық сауаттылықтарын бағалау мақсатында балаларға әдеби мәтін беріп, сол мәтінді ұққанын, негізгі идеяны, мәтіндегі ақпаратты түсінгенін анықтау үшін әдеби мәтіндер арқылы тест тапсырмаларын береді. Функционалдық сауаттылықты дамыту білім беру мен тәрбиелеудің ең басты мақсаттарының бірі. Бұның негізінде бала алған білімді одан ары өмірлерінде қолдансын деген қажеттілік жатыр. Ертеректе берілген төңкерілген тышқандар деген әдеби мәтінді оқып, сұрақтарына жауап беріп көрейік. Ертеде Өркен атты адам өмір сүріпті. Ол 87 жаста болған еді. Өмір бойынша момын, жайлы адам болған екен. Ол өте кедей еді және сонымен қатар өте бақытты болған. Өркен үйінің ішінен тышқандарды байқаған кезде бастапқыда еш қамықпады, бірақ тышқандар көбейе берді. Бұл оны ызаландыра бастады. Олар көбейе берді. Ақыры Өркеннің шыдамы таусылды. Бұлай болмайды, бұл ұзап кетті деп ойлады. Өркен дүкенге жүгіріп барып, тышқанның қақпанын, ірімшік және желім сатып алды. Үйге оралған соң тышқан қақпанның астына желім жағып, төбеге жапсырып қойды. Содан ірімшік салып, қақпанды құрды. Сол түнде тышқандар індерінен шығып, төбеде жапсырылып тұрған қақпанды көріп, жай ғана әзіл деп ойлап қалды. Олар еденде ары-бері жүріп, бір-бірін нұқып, төбені көрсетіп, қарқылдап күлді. Төбеде тұрған тышқан қақпандары бұл барынша ақымақтық болыпты. Таңертең Өркен төменге түскенде тышқан қақпанына түскен ештеңе жоқ екенін көрді. Сосын орындықтың аяқтарына желім жағып, төңкеріп, тышқан қақпанның жанына төбеге жапсырып қойды. Дәл осылай үстелді, теледидарды және шамды да жапсырып қойды. Ол еденде тұрғанның барлығын төңкеріп төбеге жапсырып қойды. Өркен тіпті кішкене кілемді де жапсырып қойды. Келесі түні тышқандар індерінен шыққанда әлі бір түн бұрынғы көргендерін келеке қылып күлген еді. Бірақ қазір төбеге қарай сала бірден күлкіні доғарды. О, Құдай-ау, қараңдар, еден төбеде деп біреу айқайлап жіберді. О, Тәңірім, біз төбеде салбырап тұрған шығармыз деп екіншісі. Менің басым айналып кетті деді үшіншісі. Бүкіл қан миыма жиналды деді тағы біреу. Бұл сұмдық қой, дереу бірдеме істеуіміз керек деді ұзын мұртты кәрі тышқан. Егер тағы біраз баспен тұратын болсам, есімнен танып қалам деді жас тышқан. Мен де бұған шыдамаймын. Құтқарсын бізді біреу, бір нәрсе жасасын тезірек. Олардың мүлде естері шықты. Мен не істеу керектігін білемін, біз барлығымыз басымызбен тұрамыз, сонда барлығы дұрыс жөнге келеді деді кәрі тышқан. Бұл сөзге еріп барлық баспен тұрды және ұзақ уақыттан кейін миларына қан жиналып, бірінен кейін бір естерінен танды. Келесі күні таңертең Өркен төменге түскенде еден үйілген тышқанға толы еді. Оларды тез жинап алды және барлығын бір сепетке салып қойды. Бұдан шығатын ғибрат мынау: қаншалықты дүниенің басы аяғына келіп төңкеріліп тұрғандай көрінсе де, сіз аяқтарыңызбен жер басып тұрғаныңызға сенімді болыңыз. Енді төңкерілген тышқандар мәтіні бойынша берілген тест сұрақтарына жауап беретін боламыз. Неліктен Өркен тышқандарды құртқысы келді? Мәтінде тышқандардың тым көбейіп кеткені жайлы айтылады. Олар тым көбейіп кетті. Өркен тышқан қақпан қайда орнатып қойды? Төбеге. Неліктен бірінші түні тышқандар індерінен шыққаннан кейін бір-бірін төбені нұсқап көрсетті? Төбеге тышқан қақпандарын асып қою бұл барынша ақымақтық болыпты деген сөйлем бар мәтінде. Осы сөйлемді негізге ала отырып, Өркенді ақылсыз деп есептеді деп жауап береміз бұл сұраққа. Неліктен Өркен тышқан қақпанына ешқандай тышқан түспеген көргенде жымиды? Бұл сұрақтағы ең маңызды сөз жымиды. Бұл жымиды деген сөз Өркен тышқандардың бірінші күтіні ірімшікті алуға келмейтін өзі де білді дегенді білдіреді. Осы сұраққа Өркенге тышқандар әрекет қалай әсер еткенін көрсету ескерілетіндей жауап беру керек. Өркен бірінші түні тышқандарды ұстап алғысы келгенін емес, оларды алдап қолға түсіруді ойлағанын оқушының қанын жауабында көрініп тұру керек. Жауап мына себептерге сүйене отырып беріледі. Өркен тышқан қақпандарының бос тұрғанын көргенде таңданбады. Себебі Өркеннің іштей ойластырылған айлалы жоспары болды. Ол жоспар мынау еді: тышқандарды алдап қолға түсіру жоспары. Сұрақтың жауабы Өркенді ақылсыз деп есептеді. Келесі сұрақ:
Өркен орындықты төбеге жапсырып қойғаннан кейін не істеді? Барлығын төбеге жапсырып қойды. Келесі түні тышқандар қай жерде тұрғандарын білмей не істеді? Тышқандар қайда тұрғандары жайлы не шешті? Бұл сұрақты тышқандар баспен тұруды шешті дегені алынады. Неге бұлай ойлады? Себебі тышқандар барлық нәрсе төңкеріліп тұрғандықтан төбедеміз деп ойлап қалды. Сондықтан олар баспен тұрсақ жағдай дұрысталады деп шешті. Бұл сұрақтың жауабында мәтінде берілген екі жағдайдың біреуі ғана сұралып тұр. Яғни бірінші тышқандар төбеде тұрмыз деп ойлап қалды, екіншісі тышқандар баспен тұруды шешті деген екі жағдайдың тышқандар баспен тұруды шешті дегені дұрыс жауап болып есептеледі. Келесі сұрақ: екінші түні тышқандардың мазасызданғанын көрсететін сөйлемдердің біреуін тауып жазыңыз. Бірнеше сөйлемдер берілген, соның біреуін таңдап жазамыз. Бұл сөйлемдер мыналар: о Құдай-ай, қараңдар еден ана жақта. О Тәңірім, біз төбеде тұрған шығармыз. Менің басым айналып кетті. Менің басыма қан құйылып кетті. Бұл сұмдық қой. Дереу бірдеңе істеуіміз керек. Егер тағы да біраз баспен тұратын болсам, есімнен танып қаламын. Мен бұған шыдамаймын. Біреу көмектесін, тезірек бірдеңе істеуіміз керек. Міне осы сөйлемдер тышқандардың мазасыздандығанын көрсететін сөйлемдер болып табылады. Келесі сұрақ: болып жатқан жайтты түсінбей қалған тышқандар әңгімеде қалай бейнеленген? Тышқандар бір-біріне не айтқанын әңгімелейтін тұстағы сөйлемді осы сұрақтың жауабы ретінде береміз. Неліктен келесі таңда еден тышқандарға толы болды? Сұрақтың жауабы: тышқандар тым көп уақыт баспен тұрды. Өркен тышқандарды еденнен жинап алып қайда салып қойды? Бұл ең оңай сұрақ, себетке. Тышқандарды алдау жеңіл болды ма? Жеңіл екені жайлы бір себеп, жеңіл емес екені жайлы бір себеп жазыңыз. Бұл жауапты бергенде дәлелдеу керек. Мәтінде сипатталған тышқандардың іс-әрекеті арқылы жауап береді. Мысалы, себебі олар төбеде тұрмыз деп ойлап қалды. Келесі сұрақ: өркенді іс-қимыл арқылы таныдыңыз. Оған сипаттама беріп, екі дәлелдейтін мысалды келтіріңіз. Өмір бойы жайлы және момын адам болатын. Қызықты және ақылды деген сөздер әңгімені нақты сипаттайды. Бұны біз мәтіннің элементтерінен, мазмұнынан және тілдік ерекшелігінен қарап білеміз. Өркен мен тышқандардың әрекеттері жайлы ойланыңыз. Әңгіменің шындыққа сыймайтынын түсіндіріңіз. Жиһазды төбеге жапсыру, тышқандардың ұстау тәсілін ойлауы, алданып қалған тышқандар, сөйлей алатын тышқандар, баспен тұрған тышқандар, төңкеріліп қалған тышқандар, үрейге батқан тышқандар, күле алатын және әзілдей алатын тышқандар деген мәтіндегі элементтерге қарап осы сұраққа жауап береміз. Берілген тышқандар мәтіннің тез сұрақтарына жауап бердік. Американдық психолог Соломон Аш 1953 жылы адамдардың шешім қабылдауда айналасының қаншалықты әсері болатынын анықтау мақсатында бір эксперимент жүргізеді. Бұл экспериментте адамдардың шешім қабылдауда ортасы айналасының әсері өлшенген. Нәтижеде адамдардың көпшілігі айналасына қарап стандарт шаблон іс-әрекетті қабылдауға бейім екені анықталған. Яғни адам шешім қабылдауда өзінікі дұрыс бола тұрса да, ортасы айналасына сәйкес келмесе, айналасы нені дұрыс деп қабылдаса, соны қабылдауға бейім болады деген қорытынды шығарған. Төңкерілген тышқандар әңгімесінде жазушы ғибрат ал деп жазып қойған соңғы қорытынды сөйлемі маған осы Соломон Аштың экспериментін еске түсірді. Қаншалықты дүниенің басы аяғына келіп төңкеріліп тұрғандай көрінсе де, сіз аяқтарыңызбен жер басып тұрғаныңызға сенімді болыңыз дегені. Соломон Аш эксперименті көрсеткендей, осы аяқпен жер басып тұрғанына сенімді болатын саны аз адамның қатарында бол деп тұрғандай. Баланың оқу сауаттылығы мен функционалдық сауаттылығы білім беру мен тәрбиедегі ең басты мақсаттардың бірі. Баланың оқу сауаттылығы мен функционалдық сауаттылығын арттыру білім беру мен тәрбиедегі ең басты мақсаттардың бірі. Бұның негізінде бала алған білімді практикада қолдана алсын деген қажеттілік жатыр. Оқу сауаттылығы мен функционалдық сауаттылықтарын дамытуда әдеби мәтіндердің рөлі ерекше маңызды. Баланың оқу сауаттылығын жақсарту үшін төңкерілген тышқан әңгімесі секілді әңгімелерді оқытып, сол мәтінде оққанын, негізгі идеяны, мәтіндегі ақпаратты түсінгенін анықтау үшін осындай сұрақтар сұрап отырған пайдалы болады. Балаға да, ата-анаға да, мұғалімге де пайдалы болады деген үмітпен төңкерілген тышқандар әңгімесін оқып, сұрақтарына жауап берген осындай бір видео дайындадым. Видеоны пайдалы деп тапсаңыз, және осындай видеолар жалғасын десеңіз, лайк басып, ес-сөз каналыма жазыла кетіңіз. Пікіріңізді комментарийға жаза кетіңіз.